Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгін Мәбдәл қираат кітапшамыздың екінші сабағы. Ал бисмилля, онда мынау сөздердің аудармаларын айтып шығайық. Біріншісі бұл телмиз. Телмиз деген оқушы қолданады. Телмизун десе демек ол оқушы. Екінші курсиюн. Бұл орындық. Осы орындыққа курсиюн деп қолданылады. Одан кейін мақааду телмизи, оқушының орындығы. Ал енді мақаа деген бұл оқушының партасына да отыратын жеріне де екеуіне бірдей қолданылады. Мақааду телмизи деді ма, демек партасы да бар, отыратын орындығы да бар. Одан кейінгісі муалимун. Бұл білесіздер, мұғалім. Яктубу. Енді яктубу дегеніміз не? Бұл жазып жатыр деген сөз. Мына бала не істеп жатыр? Бұл жазып жатыр. Мадрасатун. Бұл мектеп. Фаслун. Сынып. Мактабу муаллими. Мұғалімнің партасы. Дәрсун. Дәріс. Хибрун. Сия. Мәсикатун. Бұл ұстаушы деген сөз. Жалпы, бірақ есіктің тұтқасына да, ручкаға да бәріне қолданыла береді дейді. Хуна, мұнда. Мимхатун, өшіргіш. Фи, бұл жалғау. Ға, ге, қа, ке, ішінде деген мағыналарды береді. Яқрау, оқып жатыр. Ал онда мына сөздіктерді дәптеріңізге жазып алсаңыз, бисмилля деп астындағы сөздердің аудармаларын бастайық. Айнал хибру. Сия қайда? Айна мақааду телмизи. Оқушының партасы қайда? Хаза мактабу муаллими. Бұл мұғалімнің партасы. Отыратын жері жалпы. Хузил уарақа. Парақты ал. Хатил мәсика. Мәсикаты дегеніміз бұл жаңа айтқанымызда ручкаға да бәріне қолданылады. Мәхәза. Бұл не? Курсиюн. Орындық. Айнал мимхату. Өшіргіш қайда? Хуна. Мұнда тұр. Фариду яқрау дәрса. Фарид дәрісті оқып жатыр. Хатил мимхата. Өшіргішті әкел. Хатил мистарата. Сызғышты әкел. Мәхәза. Бұл не? Хәза китабун. Бұл кітап. Ат-тилмизу яқрау ат-дәрса. Оқушы дәрісті оқып жатыр. Әл-муаллиму яктубу. Мұғалім жазып жатыр. Айнал муаллиму. Мұғалім қайда? Фил фасли. Сыныпта. Айнат тилмизу. Оқушы қайда? Фил мадрасати. Ол мектепте. Ал енді сөзіміз сәл күрделенеді. Осману яқрау дәрса фил фасли. Осман сыныпта дәрісті оқып жатыр. Айна Абдулла. Абдулла қайда? Фил фасли яктубу. Сыныпта жазып жатыр. Айнал мәсика. Мәсика деген жаңа айттық. Ручка және ұстаушы затқа қолданыла береді. Ал енді осыны жақсылап қайталап шығыңыздар. Одан кейін мүмкіншіліктеріңіз болса, мынау екінші тәмрин деп тұр ғой. Бұл жаттығулар. Осыларды қазақшаны, мынау қазақшаны арабшаға аударып шықсаңыздар, өздеріңіз үшін жақсы. Негізі аударып шығу керек. Мысал ретінде, мынау деген
мынау орындық десе хәдә курсиюн деген сияқты. Ал сәттілік.